Син соғыс кезінде жетім қалды. Оны құлдыққа сатып жіберді, ал жаңа қожайынына бара жатқан жолда оны алып келе жатқан адамдар атақты генерал Ван Сиді көріп тоқтай қалды. Қолбасшының ұлылығы мен құдіреті балаға қатты әсер еткені сонша, ол бір күні дәл сол Ван Си сияқты болуды армандады. Бұл кездесу біздің заманымызға дейін 255 жылы ежелгі Қытайда, Батыс Цин патшалығының аумағында орын алған еді. Ол заманда Қытай ішкі қырқысулардан көз ашпай, бауырластар соғысының соңы көрінбейтін. Бірақ бұл жағдай Синді аса қатты толғандырмады. Оны шағын бір ауылға келіп, жұмыс істеуге мәжбүрледі. Мұнда ол Пяо есімді баламен кездесіп, екеуі достасып кетті. Син күндердің күнде қайтадан еркін адам болуды армандаса, Пяо бұның мүмкін еместігіне сенімді еді. Құлдықтан құтылудың жалғыз жолы семсерлесудің хас шебері атану болатын. Осы арқылы әскери атаққа ие болып, адам қатарына қосылуға болады. Генерал болу арманымен жанданған Син мен Пяо жаттығуға кірісті. Қылыштың орнына таяқтарды қолданды, ал шеберліктері жыл өткен сайын шыңдала түсті. Олар есейген кезде семсерді ең жоғары дәрежелі қолбасшылардан кем сілтемейтін дәрежеге жетті. Олардың кезекті жекпе-жегі кезінде жандарынан генерал Чан Вэнь Цзюн өтіп бара жатады. Пяоны көрген ол баланың билеуші Ин Чжэнге қатты ұқсайтынына таңғалып, оны қызметке алуды ұйғарады. Пяо ойлануға уақыт сұрайды. Ол алдымен досымен ақылдасқысы келді. Син егер Пяо мұндай ұсыныстан бас тартса, ақымақ болатынын айтты. Сөйтіп Пяо келісімін береді. Бірақ сен ақымақсың, деп Син жалғыз қалды. Ол семсерлесу дағдыларын шыңдауды жалғастырып, бір күні ағаш қылышпен тасты жарып түсіре алды. Бір күні түнде Синнің сарайына оның ескі досы Пяо кіріп келді. Ол жараланған еді және тек картаны беріп үлгерді. Пяо картада белгіленген жерге баруды өтініп, Ин Чжэннің інісі мемлекеттік төңкеріс жасады, билеушіге қауіп төніп тұр деп айтып үлгерді. Содан кейін Пяо жан тапсырды, ал Син оның өтінішін орындауға кірісті. Ол досының қылышын алып қашып шықты, жолда қарақшыларға жолықты. Олар қылышты тартып алмақ болды, бірақ Син оларды оңай жайратты. Маңайда құс киімін киген бір түрлі жас өспірім жүреді. Ол Синді жай ғана бақылап, ешқандай әрекет жасамады. Бұл уақытта Пяоның ізімен оның өлтірушілері де келді. Бұрынғы армия генералы Цзо Цзы енді кәдімгі жендетке айналып, Ин Чжэнді тауып, көзін құртуға тырысып жүрген еді. Онымен бірге жалдамалы кісі өлтіруші де қуғынға қосылды. Пяоға өлімші жара салған дәл осы адам болатын. Бірақ Цзо Цзы оның Ин Чжэннің егіз екенін танып қойып, қуғынды жалғастыруға бұйрық берген. Сенің кланыңның 200 жылдық тарихы бар, ал сен оны масқараладың, деді ол. Ол куәгерлер қалмас үшін ауылды өртеп, тұрғындарын қырып тастауды бұйырды. Қарақшылармен есеп айырысқан Син Ин Чжэннің жасырынған жерін тапты, ал іштен өзінің ескі досын, ұқсас адамды көргенде сілейіп қалды. Бірақ содан кейін кісі өлтіруші пайда болды. Сол кезде Син бәрін түсінді. Пяоны патшаның егізі, двойнигі етіп жасаған, сөйтіп ол Ин Чжэннің өмірін қорғап жүріп қаза тапқан. Син досы үшін кек алуға ант беріп, алдымен жалдамалы өлтірушінің көзін құртты, бірақ билеушімен төбелесіп үлгермеді. Олар Синнің ауылы жанып жатқанын көріп, Цзо Цзыдың жақын қалғанын түсінді. Қашу керек болды. Ин Чжэннің генерал Чан Вэнь Цзюнмен кездесуі бар еді, бірақ бұл жерден қалай білдіртпей шығуды ол білмеді. Есесіне әлгі құс киіміндегі жас өспірім білетін. Оның аты Хэ Ляо Дио, ол тау тайпасынан шыққан. Ляо ақша үшін патшаға көмектесуді сұнады. Олар жолға шыққанда Ин Чжэн Пяоның ол үшін қалай құрбан болғанын айтып береді. Син ашуға булығып төбелеске ұмтылады, бірақ Ин Чжэн оны тоқтатып, Пяоны ешкім бұған мәжбүрлемегенін айтады. Ол патшаға қызмет етіп, ол үшін жанын қиғанына бақытты болған еді. Дәл осы уақытта жаңа билеушінің сарайына генерал Ван Ци келеді. Ол өзімен бірге Чан Вэнь Цзюнның басын алып келеді. Шындығында марқұмның жүзі адам танымастай бүлінгендіктен, оның кім екенін нақты анықтау мүмкін емес еді. Соған қарамастан, Ван Циді өтірікші деуге ешкімнің батылы бармады. Генерал Чанның басы үшін ол оның жерлерін сұрайды. Патша келіседі. Бамбук орманына кіргенде Син серіктермен бірге жергілікті аңшыны кездестіреді. Ол түтіктен уланған жебелермен атады. Син бұл адамды жеңеді, ал Ляо оның түтігін тартып алады.
Алайда Син шешуші соққы жасағанда жебелердің бірі оған тиіп кеткен еді. Ол есінен танып, тек патшаның жасырынған жерінде ғана оянды. Олар осында генерал Чанды күтуге қалды. Оны тастап кетемін деп уәде бергеніне қарамастан, Ин Чжэн жаралы Синді сүйреп әкеліп, оған қамқорлық жасаған екен. Көп ұзамай баспанаға Чан Вэнь Цзюн мен оның адамдары келеді. Олар пионың қуғыншыларды соңынан ертіп кетіп, қалай қаһармандықпен қаза тапқанын айтып береді. Тек оның жанқиярлығы мен ерлігінің арқасында билеуші де, Чанның өзі де тірі қалған. Бұл уақытта Ин Чжэннің інісі Чэн Цзяо орасан зор әскер жинап, кезекті қырқысты бастауға дайындалып жатқан еді. Ол қарапайым халықтың қаны бар, барлық адамды жек көретін, тіпті төменгі таптан шыққан бір сарбазды көпшілік алдында өлтіріп тастады. Мен мұндай бақытқа лайық емеспін. Шын мәнінде билеуші өз емес, адамға ұқсайтын алып құбыжықтың қолымен өлтірді. Генерал Чанмен жағдайды талқылаған Ин Чжэн дереу сарайға қайтып, Чэн Цзяоның әскермен шайқасуды шешеді. Бұл армияға төтеп беру үшін оған адал адамдар керек. Алайда Чанның жауынгерлері тым аз, сондықтан генерал тау халқынан көмек сұрауды ұсынады. Ин Чжэн мұнымен келіседі, өйткені бұл тайпаның сарбаздары керемет күшке ие. Бірақ бір мәселе бар. Баяғыда жазық дала тұрғындары тау халқын алдап кеткендіктен, қазір олар жарияланбаған соғыс жағдайында еді. Соған қарамастан Ин Чжэн тауға баруды ұсынады. Ол Хэ Ляо Деоға үміт артады, себебі жасөспірім таулықтардың тілін білетін. Жолда Ин Чжэн, генерал Чан және басқалары тұтқынға алынып, тау халқының билеушісіне жеткізіледі. Ол көмектесуден бас тартады. Оның үстіне өз иелігіне келгендердің бәрін қырып тастауды шешеді, бірақ Син патшаны райынан қайтарады. Билеуші бетпердесін шешеді, сөйтсе оның астында әйел адам жасырынып жүр екен. Патшайым Ин Чжэнмен одақ құруға келіседі. Бірақ тау халқының әскермен қосқанда да адам саны Чэн Цзяоның алып армиясына қарсы тұруға тым аз еді. Сондықтан жасырын әрекет ету шешілді. Олар Чэн Цзяоға қосылмақ болған тау тұрғындары кейпінде сарайға кіріп алмақ. Содан кейін Син бастаған бір топ жасырын жолмен сарай ішіне өтіп, билеушіні өлтіруге аттанады. Ал Ин Чжэн кіретін екінші топ қақпа алдында қалып, шайқасып, кеңесшілердің назарын өздеріне аударады. Сарайдың сыртқы қабырғасынан тек бірнеше ондаған адамды, оның ішінде Ин Чжэн, Син және генерал Чанды ғана өткізеді. Содан соң шайқас басталды. Сарай қорғаушылары арбалеттермен қаруланған еді. Олар шабуылдаған тау халқының жауынгерлерін атып тастады. Сарбаздардың бір бөлігі алға шыққанда, құлаған жауынгерлер қайта тұрып, ұрысты жалғастырды. Жебелер оларға зиян тигізе алмады, олар керемет төзімді болып шықты. Осының арқасында олар жау назарын өздерінде ұзақ ұстап тұрып, Син мен оның тобына мүмкіндігінше тереңірек енуге жол ашты. Тау үшін шайқас өте қанды болды. Ин Чжэн, тау халқының патшайымы Ян Дуан Хэ, генерал Чан және олардың адал жауынгерлері өлімге бас тігіп соғысты. Бірақ Чэн Цзяоның қарамағында мыңдаған сарбаз бар еді. Олар шабуылдаушыларды әбден қажытты. Ағасының таққа таласқалы келгенін білген Чэн Цзяо қуанып кетті. Өйткені енді Ин Чжэнді іздеудің қажеті жоқ. Бұрынғы билеушінің өзі оның қолына келіп түсті. Син алға қарай ширақ жылжып келе жатты, бірақ оның командасының жолында Цзо Цзыдың жауынгерлері тұрды. Олармен біраз алысуға тура келді, бірақ тау халқы бұдан да қиынын көрген. Син енді жеңдік деп ойлағанда алып құбыжық пайда болды. Бұл азиялық халық қарсыластарын аса қиналмастан жапырып тастады. Ешкім бұл дәуге қарсы тұра алмады, ол сондайлықты күшті еді. Тек Син ғана бұл құбыжықты жығып, бауыздап тастай алды. Осыдан кейін ол тірі қалғандарды сарайға бастап барды. Олардың арасында Ляо да бар еді. Бірақ олар патшаның бөлмесіне басып кіргенде, ол қорықпады. Оның қолында көзір бар еді, ол Цзо Цзы. Бұл қаншер жауынгер ештеңеден тайынбайды. Оның өлтіруге деген құлшынысы тым күшті, және оған алдында кім тұрғаны бәрібір. Цзо Цзы тау халқының жауынгерлерін жайратты. Сол кезде шайқасқа Син кірісті. Ал сарай қабырғаларында нағыз қырғын болып жатты. Ин Чжэн, патшайым Ян Дуан Хэ және генерал Чанға қарсы жаңа сарбаздар легі шығарылып жатты. Олардың өз жауынгерлерінің рухы түсіп кетті. Кезекті жасақты көргенде олар берілуге дайын еді, бірақ Ин Чжэн оларды жалынды сөзімен жігерлендіріп, шайқас жаңа күшпен жалғасты.
Олар сыбайластары Чен Цзяоны өлтіреді деген үмітпен соғысып жатқанда, Син Цзо Цзыдан ойсырай ұтылып жатты. Тәжірибелі жауынгермен салыстырғанда оған салқынқандылық пен шеберлік жетіспеді. Есесіне ол қайтпас қайсарлығымен алға ұмтылды. Күші таусылып, жекпе-жек тағдыры шешілді деген сәтте ғана Син екінші тынысын ашып, Цзо Цзыға нағыз тойтарыс берді. Қарсыласының шабуылға шығуын күтіп, Син тас жаратын өзінің ең мықты соққысын жасады. Цзо Цзы қылышымен қорғанбақ болды, бірақ Син жаудың семсерін қағайырып, оның өзін түйреп тастады. Осы сәтте билеушінің кеңесшісі қашуға тырысты, бірақ Ляо оған уланған жебе лақтырды. Өлер алдында кеңесші Ляоны пышақтап үлгерді. Син Чен Цзяоны ұмытып, досын құтқаруға ұмтылды. Жағдайды пайдаланып, билеуші жасырынып қалды. Алайда Ляо аман қалды. Құс киімінің астында оның қорғаныш сауыты бар екен. Батырлар Чен Цзяоны қууға кірісті, ал ол ағасымен жекпе-жекке шығуды шешті. Сен маған аға емессің, шата. Ин Чжэн оны жаралады, сосын сабап тірі қалдырды. Өз патшасының құлағанын көрген генералдардың бірі Ин Чжэннің барлық жақтастарын қырып тастауды шешті, өйткені ол билікке келсе, бәрін сатқын ретінде жазалайтын еді. Бірақ бұл қырғынды генерал Ван Сидің пайда болуы тоқтатты. Ол ағайындылардың текетіресіне басынан бастап қатысқан және генерал Чанның жерін тартып алып, оның отбасы мен халқын патша адамдарынан қорғау үшін оның өлімі туралы әдейі өтірік айтқан екен. Оның әскері қарапайым халықты қорғады, тек соның арқасында бейбіт адамдар зардап шекпеді. Енді ол Ин Чжэннің әрі қарай не істемек ойы бар екенін білуге келді. Егер ол дұрыс жауап бермесе, Ван Си оны өлтірмек. Ин Чжэн Қытайды өз қол астына біріктіруді жоспарлап отырғанын айтты. Көп қан төгіледі, бірақ соңында барлық патшалықтар бағынған кезде соғыс тоқтап, ұзақ бейбітшілік орнайды. Бұл жауап Ван Сиге ұнады. Ол Ин Чжэн жағына шықты, бірақ бүлікші генерал бәрібір патшаға шабуыл жасауға бұйрық берді. Сол кезде Ван Си оған өз күшін көрсетті. Генералдың өзі Ин Чжэнге шабуыл жасамақ болғанда, билеушіні Син қорғап қалды. Осыдан кейін ол патшаға адал болуға ант берді және бір күні міндетті түрде генерал боламын деп уәде етті.